Оңбай құладым. Барлығыңызға сәлем. Қазір не үшін құлағанымды айтып беретін боламын. Азанда ерте тұрып, бүгін ет асайыншы деп холодильникке бардым. Тұра беріп аяғымыз ауырып кетті ғой. Енді сен тұру үшін жаралғасың ғой деп холодильниктен етті алып шығып бара жатсам. Үңгірде тұрасың ба, есікті жап. Ойбай кешір деп есігін жаптым. Төбедегі қазанымды ала қояйын десем, бұл менің басыма құлап, одан белімді қатты ауыртып алдым да, қой қара қазаным бар еді ғой, соған жасайын дедім. Осы байқұсқа не азап деймін да, құлап сүрініп тұрмыз ғой мына жерде біз. Бізге ақ саласыз, Я саған салам деп қапа болдым да, осы қазаныма жетпейді екен ғой деп ішіне суын толтырып етті салып газге қойдым. Көбігі шыққан соң көбігін алып, картошка сәбіздерінің барлығын салдым да қамыр илеуге кірістім. Давай біз үшеуміз трио ашайық та. Қойшы жұмыртқа, сен вообще тура келмейсің. Давай ашайық, мен даусым күшті, ақ көйлек киген, көк көйлек киген. Үшеуіңді трио қылдым дедім да, араластырып ұнды алып келдім да, қамыр илеп қойдым. Қамырды тындырып қояйын деп бетін жауып қойсам, сәлем ала тұрайық енді. Напияз қатты ащы екен да. Зато мен хозяйканы жылатып тастадым ғой. Мені жылатқан қалай болар екен дедім да. Қатыгез екенсің ғой, ыстық сорпа құйып жүрген несі үстімізге. Дальше қамыр жаюға кірістім. Қамырды жайып атсам, Мен қазір осындай болып тұрмын ғой, а? Мен бұдан да дәу бола аламын. Ол үшін саған менің көмегім керек қой. Дұрыс па? Сен екеуіңе мен болмасам жайылмайсыңдар ғой, бір-біріне жабысып. қамырды дөп-дөңгелек қылып осылай жайып алдым да, етті сүзіп алдым. Етті сүзіп алған соң сорпаға қамырларын салып, қамыр піскен соң сүзіп алдым да, үстіне пиязын құйып, етін салып. Қараңыздар, менің ет ауқатым қандай бопты, баға беріп кетіңіздер. Кстати, жаңа құлап қалған кезде белімді шынымен қатты ауыртып алдым. Келесі кездескенше, бай-бай.